Құрметті көрермендер, сіздер оқы және жең подкастының кезекті санын көріп отырсыздар. Бүгінгі қонағымыз Гүлшат Төлеуқызы Марқабаева, Ахмет Байтұрсынұлы атындағы Қостанай өңірлік университетінің журналистика және коммуникациялық менеджмент кафедрасының аға оқытушысы, әлеуметтік ғылымдар магистрі. Қош келдіңіз, апай. Қош көрдік. Шақырғандарыңызға мыңда бір рахмет. Осындай жақсы жастарымыздың болашағына үлкен әсер ететін іс-шаралар көп болса қуанып жатамыз. Апай, келгеніңізге өте көп рахмет. Енді бүгін бір сүбелі әдемі әңгіме болады деп ойлаймын. Жалпы бұл оқы және жең былтырдан бастап екінші жыл қатарынан өтіп жатыр. Облыстық үлкен байқау Қостанай өңірінде бірінші рет өткізіліп жатқан. Бұл Қостанай облысының әкімдігінің қолдауымен және мәдениет басқармасының қолдауымен осындай бір үлкен іс-шара өткізіліп жатыр. Жалпы жас аралығы енді үлкен деңгейде, жалпы мектеп оқушыларынан бастап еңкейген қартқа дейін, жалпы еңбектеген баладан еңкейген қартқа дейін демекші, көп біздің Қостанай өңірінің әрбір облысынан қатысып жатыр. Жалпы енді осындай бір үлкен жобаларға сіздің көзқарасыңыз қандай? Жалпы бүгінгі осы жастардың кітапқа оқу мәдениетін қалай дамытсақ болады? Негізі бұндай игі іс-шаралар көп болған сайын қуана түсеміз, шынын айту керек, өйткені өзіміз жастармен жұмыс жасаймыз. Бүгінгі жастар әрине бөлек, өзі қазір психологтар бөліп тастап жатыр ғой, жаңағы альфа ұрпақтары, бета тағы басқа деп. Сондықтан да бүгінгі жастар, кейбіреулер жастарды кінәлап жатады, мен кінәламаймын. Бүгінгі жастардың бізден артық жерлері де көп. Сондықтан ал енді кітап мәселесі жастар әрине бұрынғыдай емес, қазіргі жастар кітапқа кішкене қалай айтсам екен, үрке қарай ма? Өйткені мына қазіргі әлеуметтік желі дамып жатыр, телефон, соцсет дейміз, гаджеттардың заманында әрине кітаптан кішкене алшақтайтыны жасырын емес. Енді осындай оқы және жең деген үлкен іс-шаралардың өтіп жатқаны бізді қуантады. Әйтеуір бірдеңе болмаса бірдеңе сеп болып, жастарымыздың тәрбиесіне осындай үлкен үлес қоса беретініне мен сенімдімін. Әрине жастардың барлығы кітап оқымайды деп айта алмаймын, бірақ та осындай байқауларға қатысып, осындай үлкен облыстық деңгейдегі байқаулар бар. Біздің өзіміздің журналистика және коммуникациялық менеджмент кафедрасында книжный клуб дейміз. Сонда өзіміздің клубымыз бар, яғни сіз болып, біз болып, осылай атсалыссақ, әрине жастарымызға кітапқа деген махаббатын оятатын шығармыз жастардың. Жақсы, Гүлшат апай, жалпы қолдан келгенше жастарды кітапқа ынталандыруға үлес қосып жатырмыз дейсіз ғой. Жалпы біз енді өзіміз қазір подкастсыз өмір сүре алмай қалдық қой, қараймыз, өзіміздің үлгі тұтатын адамдар бар, өзіміздің деңгейімізде, мысалы Санжар Керімбай ағаның қандай сұхбаттары тамаша, оқып отырып рухани тұрғыда әлі де биіктей түсуіміз керек екенін түсінеміз. Және мынау қыздардың арасында, енді блогерлердің арасында Әлия Әшім деген бір жас қыз шықты. Жалпы Алаш зиялыларының, қазақ қыздарының қандай ғалым, қандай мықты болғанын бәрін айтып отырады да, тарихты. Өзі білімді, өзі тартымды, соған бір еліктейтін жастар болса, яғни бізде қазір рухани құндылық, бір намыс, яғни тіл, қанша кітап шетел әдебиетін оқысын, бірінші өзіміздің төл әдебиетімізді, өзіміздің тамырымыздан, ұлттық құндылығымыздан ажырамасақ дейміз. Жалпы ұлттық құндылықты дамыту үшін бізге не істеуіміз керек? Мысалы, біз енді мектеп қабырғасынан мынау мақал-мәтел, санамақ, бесік жырын жаттап өстік қой кезінде. Қазақ ертегісін, мынау Керқұлатты Кендебай, Толаға, Ертөстік біздің құлағымызда қалып өсті. Қазіргі жастарда енді сондай бір ұлттық құндылыққа, құлаққа құйма-құлақ болып өсетін жастар аз сияқты. Осы бір ұлттық құндылықты қалай тықпаласақ болады, қалай өрбітсек болады, сол жас баланың жүрегіне қалай қондырсақ? Енді сіз университет қабырғасында 20 жылдан астам талай талантты шәкірт шығарып жүр екенсіз. Осыған ұстаз ретінде бір өзіңіздің ойыңызды қоса кетсеңіз. Негізі әрине ұлттық құндылық дегеніміз бұл үлкен бір әр қазақ менің жалғызым дейді ғой, әр қазақ баласын сол ұлтжанды қылып өсіруге үлесімізді қосамыз. Ол ісімізбен болсын, сөзімізбен болсын, тағы да басқа. Бізге университетке келгенде балаларға тек қана білім емес, сонымен қатар тәрбиені де бірге ұштастыруға тырысамыз. Жаңа кітап мәселесіне келсек, Мұхтар Әуезов айтқан ғой,
сенің досың кітап болған кезде ғана сені интеллектуал деп айта аламыз деп. Дұрыс. Ал қазір көбісі кітап оқымаса да менің көзім ашық деп кеудесін керетіндер көп, өкінішке қарай. Бірақ кітап оқылып жатыр. Мен оны өзім толыққанды айта аламын, өйткені жастардың ішінде жүрмін. Жастардың кітапқа деген қызығушылығы бар, жоқ емес. Және жаңағы ұлттық тәрбие, ұлттық тақырыптарды да жастар ерекше атсалысып жатыр. Оған мысал ретінде, әрине өзіңіз айтып өттіңіз, мектеп табалдырығынан жаңағы мақал мәтелдер, санамақ, бұлардың барлығы осы жерде бір ойды ой қозғайды дейді. Ғалымдардың зерттеуі бойынша қазақ халқының жады мықты екен. Памяти дейміз ғой, память, жады деп аударып жүрміз. Біздің жаңағы суырып салма ақындарымыз тарихымыздан келе жатқан. Сондықтан да бұл бізге жаңағы кітап оқу, бұрын естеріңізде шығар, түнді түнге күнді күнге ұрып, түнді түнге ұрып қиссалар айтатын аталарымыз өте көп болды. Сол ата бабамыздың сол қасиеті біздің жастарымызда да бар қазір кездестіреді. Оны осыған мысал ретінде, осыдан біздің Қазақстанда әрине ұлтжанды азаматтар өте көп. Осы ұлттық дәстүрімізді, ұлттық әдебиетімізді ұмытпайық деп қаржылай болса да меценаттық қызмет атқарып жүрген солардың бірі Дулат Тастекей деген кісі. Ол кісі жылда Абай Құнанбаевтың әдеби мұрасын насихаттап жүреді. Жылда Абай оқулары емес, Абай өлеңдерін, қара сөздерін, өлеңдерін жатқа айтатын конкурс ұйымдастырып, жастардың ішінде, студенттердің ішінде, осыдан 5 жылдай болып қалған шығар біздің студент Ақерке деген республика бойынша 100-ден астам жүйріктер қатысқан сондай бір байқауда жаңағы меценаттың ұйымдастырған Абайдың қара сөздерін, шығармаларын жаттап, бірінші орын алып, жаңағы автокөлік иегері атанды. Бұл дегеніміз 100-ден жүйрік, 1000-нан тұлпар шоу, Абайдың кез келген 100 өлеңін жатқа айту. Кез келген жерде тоқтатып тастап, ары қарай жалғастыру, сондай бір талабы да күшті болған екен. Сондай бір жақсы мысалдар бар бізде негізі. Сондықтан да біздің көбісі енді Қостанай өңірін кішкене орысшалау деп жатады. Мен бұнымен келіспеймін. Бізде қазақ тіліне жаны ашитын, қазақтың әдебиетін жақсы көретін, қазақ ақын жазушылардың шығармаларын жатқа айтатын, жатқа оқитын жастар көп-ақ. Иә, Гүлшат апай, енді сөзіңізді жалғастыра кетсем, жалпы дұрыс айтасыз. Біздің Қостанай өңірін енді бір орыс тілді деп айтып жатады ғой, бірақ енді біз орыстардың арасында өскенмен біздің күрескерлік қасиетіміз мықты да, күресіп ел болсақ, тілді жақсы дамысақ деген сияқты әрбір ұстаздың, әрбір журналистің бойынан байқаймын. Осы жаққа келін болғаныма 5 жыл ғой. Осы ортада бұрын алғаш келгенде қатты үркетін едім, кейін бір ұлттық осы Қостанай өңіріндегі бір әдеби ортаның барын көріп, осындай кітапханашылар ортаға келіп, көзім ашылып, журналистердің арасында жүріп, сіз сияқты мықты ұстаздарды көріп, сонда оңтүстікпен салыстырдым да, оңтүстікте ол жақта енді орыстармен арпаспайды ғой, олар еркін. Біздің солтүстіктің қазақтары ел болсақ, осы тілден айырылмасақ деп, қазақтар өз арасында бірігіп, шынымен де бір ұлтшыл сондай мықты азаматтар бар екеніне көзім жетіп жүр. Жалпы енді қоғамда екі талай көзқарас бар ғой, енді сіздер мықты журналистерді тәрбиелеп отырсыздар, оның алғысабын біз көріп отырмыз. Үлкен облыстық газеттерде жұмыс істеп жүрген мықты шәкірттеріңіз бар. Ол да бір ұстаздың бойынан алған өте жақсы қабілет, өйткені ұстаз жақсының ұстамы жақсы дейді ғой. Жалпы енді журналистика саласында, мысалы, енді өзіміз журналистерді көріп жүрміз, оның бәрі сол кітап оқумен, біліммен алдарыңыздан өтіп жатыр. Жалпы бүгінгі журналистердің деңгейі қандай? Осы Қостанай облысында енді көптеген журналистер қазір мықтысы да бар, енді осалы да бар. Ол бір сала болғасын белгілі ғой. Жалпы енді республикалық деңгейде қарайтын болсақ, мына ойы мақау, тілі сақау, көп журналистерді көріп кейде ішіміз удай ашып жатады. Ол енді сол жерден түп тамырынан алған өзінің тәлім тәрбиесі, кітапты енді қалай оқыды, сүзбелеп оқыды ма, соған байланысты ғой. Жалпы сізге қоятын сұрағым сол, журналистикаға тәрбиелеген шәкірттеріңізден алға шығып жүрген бір мықты шәкірттеріңіз туралы айта кетсеңіз, өзіңізді бір таңғалып. Өте жақсы, орынды сұрақ. Жалпы Ахаң атындағы Қара шаңырақта журналистика факультетінің ашылғанына биыл бұйырса 30 жыл болады екен. Басында факультет болып ашылдық. Қостанай ол кезде мемлекеттік университетіндегі журналистика факультеті 96 жылда ашылған болатын.
сол кезде декан Асанбаева Гүлнар Досқалиқызы ол кісі өзінің жаңағы инициативасымен сол факультетті ашып, ұстаздар жинап, ол кезде енді қазақ тілінде шын айту керек сабақ беретін ұстаздар аз болды. Осыған байланысты сонау Алматыдан Серікбай Оспановты шақырып, біздің ағайымыз филология ғылымдарының кандидаты, көптеген ақын, елімізге танымал ақын, ол кісі сол кезде Алматыда қазақ радиосында 40 жыл редактор болып істеген екен. Сөйтіп бізге келіп сабақ берді. Содан бері 30 жылдың ішінде жеткен жетістіктеріміз аз емес. Соңғы бір мақтанып айтатын тұсымыз, жылда жоғарғы оқу орындарының арасында Атамекен кәсіпкерлік палатасы жоғарғы оқу орындарының ішінде рейтинг бойынша орын береді. Қандай талаптар бар десеңіз, ол рейтингте сол білім беру бағдарламасының пәндерінің осы бүгінгі заманға талабына сай ма, шәкірттердің жұмысқа орналасу проценті, сапасы, білім сапасы, осыларды тексере келе, соңғы 5 жылдықта біз бестіктен түскен жоқпыз, шын айту керек. Республика бойынша журналистика мамандарын даярлайтын 26 жоғарғы оқу орны бар екен, 26-27. Соның ішінде біз бестіктеміз. Былтыр 3-ші орынды иеленіп едік, биыл 4-ші орындамыз. Алдыңғы жылдары 2-ші орын алғанда уақыттарымыз болды. Сондықтан да бұл бір қуанышпен айта аламыз. Бұл біздің жаңағы еңбегіміздің нәтижесінде деп білеміз. Ал енді шәкірттерімізге келсек, жергілікті аймақтық емес, республикалық деңгейде танымал шәкірттеріміз өте көп. Жұмыс берушілермен Қостанай телеарнасынан да ұшып қанаттанып кеткен. Негізі Қостанай телеарнасы біздің мамандықтың ерекшелігі сонда, біздің студенттер оқып жүріп жұмыс істей алады. Мысалы, басқа мамандықтар ондай мүмкіндік жоқ қой, міндетті түрде диплом керек деп жатады. Ал журналистика жаңағы шығармашылық мамандық. Журналистика бұл сөз өнері деп кезінде академик Зейнолла Қабдолов айтқан. Шығармашылықтың бір түрі болғандықтан дипломсыз-ақ оқып жүріп жұмысқа баулып, жалақысын алып отырады. Бізде дуальное образование деген бір келісім шарттың түрі бар. Студент оқып жүріп жұмыс істей алады. Сондай бір келісім шартқа отырады да, студенттеріміз 2-ші курстан бастап жаңа жергілікті Қостанай телеарнасына, облыстық Қостанай таңғы газетіне барып шыңдалып алып, дипломын алғаннан кейін республикаға қарай кетіп қалады. Оған сол редакциядағы ағаларымыз кейде ренжиді. Бізден үйреніп алады да, сосын диплом алғасын ары қарай. Енді бұл да олардың өздерінің кәдімгі азулы ақын жазушылар Қостанай өңірінен шығып, қазір телеарнаның бетінде жүр, қатты қуанамыз. Сол біз де қарап қуанып отырамыз, және енді сол жұмыс берушілермен біз таз қарым-қатынастамыз. Республикалық телеарналардың редакторлары айтып жатады, сіздердің студенттеріңіз келсе қуана жұмысқа аламыз дейді. Неліктен деп сұрақ қоямыз ғой, енді білейік. Сол кезде айтады ол кісілер, сіздердің студенттер екі тілге жетік. Басқа вуздан келген балалар оңтүстіктен қазір енді кейбір жерде жиналыстар орысша болып жатады, съемкаға барады да, ештеңе түсінбедім деп келеді дейді. Ал сіздердің студенттеріңіз қай тілде болса түсініп келіп, сюжетін жазып, уақытында тапсырып жатады. Сондықтан да Қостанай университетінің журналистика факультетінен келдік, қуана қарсы аламыз деп өздерінің пікірлерін білдіріп жатыр. Енді атайтын болсақ, әрине мақтанышпен айтамыз. Мынау өзі Хабар телеарнасы біздің еліміздің жаңағы Егемен Қазақстан ата газетіміз болса, Хабар телеарнасы мемлекеттік телеарналардың басында тұрған, көш басында тұрған телеарна ғой. Сонда қаншама студенттеріміз істеп жүр. Дархан Қастеров деген студентіміз бар, сол Хабардың бас редакторына дейін, жүргізушіліктен бастап, сонымен қатар жаңағы пул деген болады, президенттің сапарында, сол телеарнаның президенттің сапарын барлығын ақпарат беріп отырады. Сол пул қызметін істейтін біздің студенттер өте көп. Айғаным Достанбаева деген студентіміз қазір Хабарда жүр. Жаңа Дархан Қастеров, ол қазір партиямыздың бас хатшысы, Аманат партиясының.
сонымен қатар пресс-служба дейміз ғой. Қазір біздің факультеттің, біздің мамандықтың бір ерекшелігі, біздің дипломымызбен қазір журналистер, бітірген студенттер тек қана журналист емес, сонымен қатар пиар маманы болып шығады. Заман талабына сай пайда болған мамандықтардың бірі. Баспасөз хатшысы Жанар Өтешева деген студентіміз мына Головкиннің пиар менеджері болып істеп, одан кейін мынау Олимпиада комитетінің хатшысы болып істеді. Енді атай берсеңіздер өте көп. Өзіміздің жергілікті журналистерге келсек, мына біздің Қостанай телеарнасын шынын айту керек, 80% біздің түлектер. Қостанай таңғы газеті де тағы солай. Тағы бір студентімді атап өтейін, тек қана телеарна емес, газет саласында да үлкен жетістіктерге жетіп жүрген студенттеріміз көп. Солардың бірі Жандос Жүсіпбек. 2 жыл бұрын Егемен Қазақстан газетінің 100 жылдығына байланысты республикалық үлкен ең қысқа әңгіме байқауының жеңімпазы атанды. Бүкіл республикадан озық шығу дегеніміз бұл үлкен жетістік әрине. Қазір сабағымызда бізде стилистика деген, журналистік мәтінді редакциялау деген пәндер бар. Сол пәндерден сол Жандостың сол байқауда жеңіп алған 5-6 әңгімесін оқып беремін. Екі ғана сөйлеммен идея да бар, оқиға да бар, сюжет те бар. Соны студенттерге айтып отырамын. Міне осындай қылып жазсаңдар, біздің еңбегіміздің зая кетпеген. Дұрыс. Енді ұстаздың еңбегінің еленіп, шәкіртпен қуану ең бір әдемі сезім. Кезінде өзімізде ұстаздық еңбекті елендік қой, ең бір керемет сезім шығар, шәкірттердің алға жылжуы, шығуы. Жалпы енді Қостанайдың бетке ұстар азаматтары көп болсын деп тілейміз. Жалпы біз енді Торғай, Қостанай, Тобыл өңірі ұлттың ұясы, ахаңдардың, міржақыптардың жері деп жатамыз. Жалпы өзіміз енді тілді әлі де қолға алу үшін мынау бір қыз-келіншектердің де ұйымын, жастардың да дебатын, әдеби үйірмені де ұйымдастырып жатырмыз. Тағы да бір өзіңіздің ойыңыз бар ма? Қостанай өңірінде бір күрескерлік қасиеті бар, тағы да бір мықты азаматтарды қосу керек. Енді әкімдікте, мәдениет басқармада осындай үлкен іс-шараларды қолға алып жатыр. Бірақ біз де осы жастарды, біз енді кітапханашылар шама келгенше осы бүкіл ұжым кез келген іс-шараны алып, студенттерді шақырып, бір әдемі кеш ұйымдастыруға талпынып жатамыз. Сіздің қазір қандай бір ойыңыз бар ма осы Қостанай өңірінде не өткізсек болады, тағы қандай іс-шараларды қолға алсақ? Қазақ тілді қоғамы бар я қазір біздің тілді қолдайтын. Бізге әлде бір сондай бір мықты жастар бірге қалатын ұйым болу керек сияқты. Мынау қазір Қостанай өңірінде бастайым деген бір үлкен көз ашылыпты. Жастар өздерінің білімін сынайды. Ол жерге барған адам жүлдесіз қайтпайды. Жүлдені қолдап отқан мықты азаматтар бар екен. Жалпы соған бір өзіңіздің ойыңыз бар ма? Жалпы қандай тағы да бір орталықтар ашсақ, иә, кез келген бір күрескерлік ұйым ба, енді ашылып жатыр ғой, бірақ өзіңіздің ойыңызды білгім келеді сол жағынан. Негізі жаңа айтып отырған ұйымдар дейміз ғой, жаңағы солардың барлығын мен қадағалап, жаңа әлеуметтік желі арқылы іштей қуанып отырамыз әрине. Негізі бұрын бізге жаңағы Серікбай Оспанов сабақ берген кезде ағай айтатын, ең таза қазақ тілі бұл Қостанай өңірінің тілі деп, солтүстіктің деп. Және өзінің сол пікірін дәлелдей біледі ол кісі. Өйткені мына оңтүстікті алсақ, оңтүстік жаңа түркі тілдес елдермен шекаралас, өзбек, қырғыз тілдер бір-біріне ұқсағандықтан олар араласып кеткен дейді. Және оның қайсы диалект, қайсы өзбек тілі, қайсы қырғыз тілі екені белгісіз. Ал біз шекаралас, Ресей мемлекетімен шекаралас, біз түркі тіліміз, олар славяндар, сондықтан да бізде таза қазақ тілі бізде сақталған деп айтатын. Сондықтан да енді осы таза тілімізді қалай қарай дамытсақ, осы мәселе төңірегінде кейде мен көп ойланам. Әсіресе стилистикалық қате деп жатамыз ғой. Тіпті студенттер түгел тіс қаққан үлкен журналистеріміздің өзі стилистикалық қатені көп айтып отырады. Бір шағын ғана бір 2 минуттық сюжетінде қаншама қате. Мен ойлаймын деген сияқты. Мен ойлаймын. Бұның да бір минусы бар, жаңағы орыс тілінен тікелей аударамыз. Жаңағы калька аудармалар бар. Міне осы, бірақ бұл салада да жақсы істер атқарылып жатыр. Жаңа Жандос Жүсіпбектің түзетілді деген жаңа Айдар бар екен. Айдары және ютубта өзінің каналы бар екен. Міне осы саланы дамытсақ деп, өзім сол осы салада білім бергендіктен жастарға айтып отырамыз. Өткенде ғана жаңа пәннен
қазақ тілі өте бай ғой. Қар, жаңағы табиғи құбылыстардың мына қар дейміз, осы қардың өзінің 100-200-ге тарта несі бар екен, анықтамасы. Түрі бар екен қардың. Ақша қар, күре қар, қылау қар. Біз бір 5-6 студенттерден сұрасақ, бір 3-4 жолын айтады да, ары қарай айта алмай қалады. Мен айтамын, осы үшін кітап оқу керек. Қаншама мықты кітаптар бар, авторлар бар. Көбісінен сұрасақ, мектептен келгенде кітап оқыдыңдар ма? Оқыдық. Қандай кітап оқыдыңдар? Абай жолын оқыдық дейді. Абай жолы әрине өте, бұл біздің енді классикамыз ғой. Бірақ та жастар, мен айтамын, Абай жолын оқығандарың дұрыс, бірақ соны сендер түсінбедіңдер ғой деп. Жаңа жеңіл авторлардан, тілі Бердібек Соқпақбаевтан бастаңдар деймін. Дулат Исабековтен бастаңдар. Тілі оңай, сюжеті қандай жеңіл. Сөйтіп қызықтырамыз-ақ, қызықтырып, соны тіпті кейде талап та етемін. Келесі сабақта осы кітапты оқып келіп, жауап мазмұнын айтсаң, мысалы ескерткішті Дулат Исабековтың қандай тамаша сатиралық жанрда. Ондай қазір сатиралық тіл жоқ, өкінішке қарай. Соған баға қоямын деп сөйтіп те талап қойып жатырмыз. Шама шарқынша оқиды студенттер. Сендердің жаңа сөз байлықтарының жұтаң болуы осы кітап оқымағаннан деп те айтып жатамыз. Қаншалықты енді нәтиже береді білмейміз, бірақ та менің осы жаңағы біздің тіліміздің жұтаңдалып бара жатқаны толғандырады. Осыны жаңағы түзетуден басқа тағы да бір сондай бір байқаулар мекен, жобалар мекен ашсақ, сіз болып, біз болып тамаша болар еді деймін да. Мынау Гүлшат апай, ұлттық құндылық деп отырмыз ғой, қандай бір үлкен жобалар ашылды. Мысалы, үлкен жобалар бар ғой, ол жерге егер ақша құйылмаса, ол жерге жүлде тігілмесе, ол жерге көп оқырман бәрібір бара қоймайды. Сондықтан бір, мысалы, оқу және жеңнің өзінде де қаражат бөлініп тұрды. Көп адам қатысып жатыр деген сияқты. Соны алуға жастарға мотивация, соны алғысы келеді жүлдені. Өзінің бірдеңесіне қаражатына жұмсағысы келеді. Енді заманның талабы бар, иә. Сондықтан біз ойлаймын, біздің бір қалталы елдің алдында жүрген азаматтарымыз әсіресе осы Қостанай өңірінде бар негізі қолдап отыр, бірақ әлде көбейе түссе екен. Осындай бір үлкен сіз айтып отқан жобаларды қолға алса, соған қаржы бөлінсе, әйтпесе бәрімізде идея көп, ары қарай дамыта бергіміз келеді, өрбіте бергіміз келеді, талантты жастарымыз көп болса деп ойлаймыз. Енді осындай подкасттар шығарып жатырмыз, жалпы қоғам болып, ұжым болып, енді бағана басында айтып кеткендей, бәрінің бойында бір мүдде, тілді таза сөйлесек, ұлт болуға қалыптассақ, Қостанайда міне қазақ деген бір әдеби ұйым, орта бар, осындай халық бар дегенді әлде дәлелдеп келе жатырмыз. Сол өзіміздің күрескерлік қасиетіміз мықты деп ойлаймын. Жалпы біздің Қостанай өңірінде ұлттың ұясы деген өзіміздің бір қасиетті торғай жері, тобыл өңірі дегенде бір марқайып қаламыз ғой шынымен. Соған сай азаматтар бар, біздің айтыскерлеріміз болсын, ақтаңгер. Жалпы тарих, жер, елдің жалпы қасиетті мықты ғой біздің өңірдің. Жалпы әрбір қазақтың жерінде жер қасиетті. Енді бір сөзімді ойымды сабақтай кете, жалпы кітап оқу үшін де адамның өзінің бір талпынысы болу керек, өзінің бір ойы болу керек, бір нәтижеге жету үшін. Сол жастарды біз қызықтыра білуіміз керек. Жаңағы сіздің сөзіңізді сабақтаймын, мынау жастарды кінәламау керек, жастарды алға жетелеу керек. Енді бір қорытынды тілегіңізді, сөзіңізді айта кетсеңіз, осы жерде бір қорытынды. Бүгінгі осындай бір үлкен шараға шақырып отыр екенсіздер, өте рахмет, өте үлкен рахметімді айтамын, көп рахметімді айтамын. Жалпы осындай сіз болып, біз болып, сол жастарымызды тәрбиелесек, тәрбиесіне бір үлес қосып жатсақ, нұр үстіне нұр болар еді, шынын айту керек. Сіздердің осы идеяларыңыз өте тамаша. Мынау заманға байланысты қазір подкаст өте өзекті болып тұр ғой қазір. Дәстүрлі журналистиканы телеарнаны қарамасақ та подкаст тыңдайды. Сондықтан да осы бүгінгі таңның бір жастардың сөзіме айтсақ, бір фишкасын тауып алған екенсіздер. Сіздеріңізге сәттілік, нәтижелі болсын. Енді шында жаңа өзіңіз айтып отырсыз, Торғай тобыл өңірі бұл өте киелі өңір. Кезінде Мұрат Әуезов біз университетке келіп жастармен кездескен кезде сол кісінің сол сөзі әлі есімде. Сіздердің қолдарыңыздан өнер, оқу, білім келеді дейді.
соған акцент жасаңыздар деген сөйлем. Басқа өңірлерде емес, сіздер жаңағы ахаң жаһан шыққан киелі топырақтан шықтыңыздар, сондықтан да сіздердің қолдарыңыздан келетін дүние ол оқу білім дегені әлі есімде. Сондықтан да осындай білімді жастарымызды ары қарай ұлтжандылыққа, кітап оқуға, қазір ғылым мен техника дамығасын, қызықты нәрселер көбейіп кетті ғой, мынау әлеуметтік желілер дейміз. Әрине ол көшпенде жүрген дұрыс, бірақ та өзіміздің ұлттық тамырымызды дамытпаған дұрыс. Кезінде жаһандану деген термин енген кезде біздің қоғамымыз екіге бөлінді ғой. Біреулер жаһандану керек дейді, біреулер керек емес дейді. Керек дейтіндер көштен қалып қоямыз дейді, керек емес дейтіндер біз жаңағы өзіміз азбыз, ұмытып қаламыз ба дегендей қорқыныш болды. Бүгінгі мына ғылым мен техниканың дамып, әлеуметтік желі келгесін, мультимедиялық журналистика келгесін, бізде де сондай қорқыныш бар. Дәстүрлі журналистика ұмытып қала ма деп. Сондықтан да осы журналистика саласында жастарға осы екі саланы бірдей дамытуға үлес қосып жатырмыз енді. Және құлақтарына құйып айтамыз, екеуі де керек деп. Ал енді бүгінгі жастарымыз, жаңа өзіңіздің ойыңызды сабақтай түсейін, өте талапшыл, өте білімді жастардың мына техникаға қарағанда бізден бір табан озып тұр. Сондықтан да осы бір жаңағы тілге деген, елге деген құрметті кішкене ары қарай тағы да дамытып жіберсек, жастарымыз өте бір биік шыңдардан көрінетініне мен сенімдімін. Жаңа ғана соцсеттен қарап жатырмыз, Жапониядағы үлкен бір университеттің проректоры болып біздің қазақтың баласы тағайындалған екен. Бұл дегеніміз үлкен жетістік. Әлеуметтік желінің плюсы да сол, жедел түрде бүкіл информацияны алып отырамыз. Енді біздің Қостанай жастарынан да сондай бір үлкен жетістіктер күтемін. Әмин, айтқаныңыз келсін. Енді 20 жылдан астам университет қабырғасында талай шәкіртті тәрбиелеп, қанаттарын қатайтып, елдің қатарына қосып бір үлкен азамат болуына септігін тигізіп жүр екенсіз. Еңбегіңіз жемісті болсын. Ұлт мүддесіне қызмет ететін шәкірттер, азаматтар көп болсын. Келесі кездескенше сау болыңыздар.